Қайырлы күн. Бүгін сіздермен жай тамақ пісіретін боламыз. Ал бісміллә деп бастайық. Үйдегі тауық етін шығарып осылайынан тілім жасаймыз, тұздаймыз. Үйдегі бар приправаларды қолданамыз. Менде окорочкаға арналған приправа және картошкаға арналған приправа болды. Соевый соус қосып, етті араластырып, 15 минутқа маринадтауға қалдырамыз. Егер үйде жуға, морковь ештеңе болмаса, мен сияқты осылай бастайсыздар. Маринадталған тауықтың етін майға қуырып шығамыз. Маринадталған тауықтың етін бірнеше минут қуырып алғаннан кейін үстіне майдалап туралған капустаны қосамыз, араластырамыз. Капустаның соғы шығып, сол соққа тауықтың етін піскенін күтеміз. Капустамыз езіліп піскен соң үстіне помидор қосамыз. Помидор езіліп пісіп, оның соғы шықтау деген кезде біз еттің үстіне суымызды және үйдегі любой макаронды қосып пісіреміз. Біздің тамағымыз дайын. Видеоға лайк басып, каналға подписка жасап қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.